19 наурызда Қазақстанда парламент мәжілісі және мәслихаттарға депутаттардың кезектен тыс сайлауы өтеді. Уважаемые земляки, дорогие наши ридерцы. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қымбатты ридерліктер. 19 наурыз сайлау күні қарсаңында қалалық сайлау комиссиясының атынан сіздерге сайлау учаскелерінде дауыс беру тәртібі туралы ақпарат берейін деп едім. Өздеріңізге мәлім, 2023 жылы Қазақстандағы Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы өзгерді. Бұрын біздер бірыңғай сайлау округі бойынша дауыс беретінбіз. Қазір сайлауды аралас өткізу жүйесі қайта оралды. Сайлау учаскесінде сіздерге 5 бюллетень берілетін болады. Бүкіл 5 бюллетень сіздерге ыңғайлы әрі әртүрлі түсте А5 форматында шығарылған. Бірінші бюллетеньде өзіңіз қалаған саяси партияға дауыс бересіз. Екінші бюллетеньде парламент мәжілісінің бір мандатты сайлау округтары бойынша кандидаттар болады. Одан кейін сіздерге Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатына депутатына кандидаттары бойынша 2 бюллетень болады. Оның біреуі саяси партия бойынша, екіншісі бір мандатты аумақтық сайлау округі бойынша болады. Риддер қаласында 12 бір мандатты округ бар. Оларда нақты кандидаттардың аты жөндері көрсетілген және сіздерге қалаған кандидаттарыңызға дауыс беруге тура келеді. Немесе жаңашылдық ендірілді. Барлық кандидаттарға қарсымын деген жолшық қосылды. Яғни, бюллетеньді бұзудың қажеті жоқ, жай ғана осы жолшыққа қарама-қарсы жерге белгі қоюыңызға болады. Бізге округтық сайлау комиссиялары қайта оралды. Олар тіркеу жасап, сенімді тұлғалардың куәліктерін рәсімдеді. Сондықтан дауыс алдын ала беріліп қойған, алдын ала сайланып қойған деген артық сөзден аулақ болуымыз үшін сіздерден сайлау учаскелеріне келіп, азаматтық борыштарыңызды орындап, дауыс берулеріңізді сұраймыз. Одан тыс, жергілікті мәслихаттың депутаттық корпусы тойлық сайланғанынан кейін сайлау заңнамасында тағы бір өзгеріс бар. Сайлаушының қалалық сайлау комиссиясына жүгініп, сайлаған депутатының 1 жылдық қызметі өткенге дейін, немесе 1 жылдық қызметі өткеннен кейін оны алып тастауға құқығы бар. Яғни, депутаттар белгілі бір уақытқа сайланады. 1 жыл өтіп, депутат өзінің белсенділігін көрсетпесе, округ сайлаушыларының проблемаларын шешпесе, сайлау алды бағдарламасында уәде еткен шараларды жүзеге асырмаса, біздің сайлаушыларымыз оның депутаттық креслосынан айыруды сұрай алады. Сондықтан сіздерді сайлау учаскелеріңізде күтеміз. Комиссияларымыз дайын, оқытылған, жергілікті атқарушы органның қолдауымен сайлау учаскелерін рәсімдедік. 19 наурызда жүздесетін боламыз. Назарларыңызға рахмет.